Құдалыққа естелік болсын деп шашу табағы деп әдейілеп істетіп алып келіп мінекей шашу табағы. Ал енді қос құдағи өздерін бөлісіп жатасыңдар, кейін біреу соған, біреу мінекей құдағиға. Ал енді мынау шашудың табағы бар ма, шашу жоқ па? Мінекей мына екіге бөліп дайындай беріңдер. Тағы не бар екен? Мынау осы уақытқа дейін жақсы нәрсені түшкіртесін деймін. Жақсы нәрсені үйреніп жаманнан жирен деген нәрсе бар. Дос басына қарайды, дұшпан аяғына қарайды деген нәрсе бар. Мынау құдалыққа, өмірге басқан қадамдарың әрдайым, әр күнгі қадамдарың ағынан болсын, жолдарың ақ болсын деген біледі. Мінекей мынау жаңағы 10-шы аяқтарына қараған кісілердің ниеттері ағарып, көңілдері аппақ болсын деген білем төрт тайпа. Қазір киіп аласың. Қарның ұстаңыз. Мінекей бұлар. Ана біреу жатыр екен. Мынау биылғы жыл, өте бір киелі жыл, қасиетті жыл. Осы отырысымыздың барлығында еліміздегі тыныштықтың, еліміздің тәуелсіздігінің, еліміздің егемендігінің арқасы. Сол егемендігімізге, тәуелсіздігімізге биыл Құдай қаласа 30 жыл толып жатыр. Елдің тәуелсіздігі, егемендігі құтты болсын деген білем. Сол тәуелсіздіктің символы көк байрағымызды алып беремін осы тойға арнап. Құданың үстіне жабайын деп. Мына сетчаптар осы отанның дәстүрі. Отанның үлкені сонау Москвадан келген құдасының үстіне бір мәрте жапқан. Қалдар сенің құдаң Мұрза шөлден келмеді ғой, оның үстіне де жабылып еді осындай көк байрақ. Бүгін енді осы құданың үстіне жабайық тапасын. Дәстүр бар. Құрметті құда, мына құдағы екеуміз иқтарыңызға жаппас бұрын. Тізерлеп тұрып, оң тізені бүгіп. Туға тағзым етесіздер, маңайын тигізесіздер де, тек қана президент қана сүйеп, қалған сіздердің бәрі маңайын тигіз тағзым етеді. Кәмпей. Жақындан құдайған. Жоғары көтер. Құдай қасына тұрмыз. Мынау көк туды үйдің төріне ілуге, әнұранды пайдаланып айтуға былтыр ғана 2020 жылда премьер-министр Асқар Маминнің қол қоюымен рұқсат етілген. Бұл жағдайдың барлығы. Ал енді көкті көтерілген жерде міндетті түрде әнұран айту керек қой, қос. Бәріміз бір кісіде орнында тұрып. Yeah.
барлығымыз